Сәлеметсіздер ме, құрметті педагог? Сіздерге категорияға тапсыратын кезде педагогикадан 100% келетін сұрақтар тізімін көрсететін боламын және түсініксіз жерлерін түсіндіремін. Сондықтан лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле кетіңіздер. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ. Сынақтан өткізу. Осы сұрақ түрлеріне берілген сұрақтар көбінесе шатастырады тестте. Мен өзім бірінші тапсырған кезде осы түрткі болу сұрағы, сынақтан өткізу сұрағынан қателесіп 3 балл жетпей қалған болатын. Сондықтан сіздер осы сұрақтарға келген кезде мұқият болыңыздар. Егер де өз идеяларын толық жауап беруге, өз идеяларын деген сөз келсе, онда ол сынақтан өткізу сұрағы болады, жауабы болады. Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. Баланың білім, дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал көпіршелер. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі сынақтан өткізу сұрағы. Міне осы жерде де егер де сұрақта анағұрлым деген сөз келсе, ол түрткі болу сұрағы емес, сынақтан өткізу сұрағы жауап. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз идеяларын, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі деп те сұрақ келеді. Бұл да сынақтан өткізу. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы, өз ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма? Оқушы жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі, яғни кідіріс не үшін жасау керек? Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, мінез-құлқына ықпал ету амалдары. Бұл тәрбие әдісі деп аталады. Оқытудың түсініктілік принципі. Өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді. Яғни, бұл жерде оқытудың түсініктілік принципі, ол сіздің өтетін сабағыңыз, материалыңыз, ақпаратыңыз балалардың жас ерекшелігіне, мүмкіндігіне сәйкес келу керек. Сонда ол түсінікті болады деген сөз. Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай санасына, сезіміне, әдет қылығына, мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал етуі адамгершілік тәрбиесі. Алдағы келесі видеолардан тағы да 10-20 сұрақтан талдайтын боламыз. Осы сұрақтар міндетті түрде келеді. Сондықтан каналға тіркеліп кетіңіздер.